Сәлем достар, сіздермен бірге Бәрбар каналы. Бүгін біз ВКонтакте желісінде қалай группа ашамыз, және де біреудің қара тізімінде тұрсақ, оған қалай сообщение жазамыз, сол туралы айтатын боламыз. Біз біреудің қара тізімінде тұрсақ, черный спискінде тұрсақ, сообщение жазу үшін біз группа ашуымыз керек. Ол үшін біз группаға кіріп, мына жерде плюсті бастық, кейін мына белгіні бастық, жоғарыда оң жақта басамыз. Кейін неге байланысты ашамыз? Группа по интересам. Название атын жазайық. Признавашки жетсайдик. Тематика мысалы. Қалаған бір тематиканы таңдасаңыз болады. Біз ВКонтакте деген тиімді болып тұр. Страница. Сити деп жазайық. Және де мен келсем дегенді басамыз. Создать сообщество. Біз аштық. Енді бұған сол жақтағы былай друзьяң пригласить етсең болады. Осылай. Және де біз енді біреудің қара тізімінде тұрсақ, оған қалай сообщение жазамыз, сол туралы айтайық. Біз ол үшін соның сайтына кіреміз. Скопировать ссылку. Кейін өзіміздің сайтымызға кіреміз. Признавашки жетсай. Телес группамызда былай запись қоямыз. Ставить және де айқұлақ заңтағар часы шығар. Болды, қиын емес. Сау болыңыздар достар, келесі кездескенше, ютубтың қызығымен бөліскенше лайкты баса жүріңіздер, және де подписацияны басуды ұмытпаңыздар.